жауап беріп отырдық. Енді бүгінгі сабағымыздың тақырыбы адамзат дамуы және әлемдік саясат. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты коммуникативтік жағдаятқа сай көпшілік алдында тиісті сөйлеу әдебін сақтай отырып, дұрыс сөйлеу және де әртүрлі тақырып бойынша көркемдегіш құралдарды қолдана отырып, шығармашылық жұмыстарда қолдана білу. Енді сіздерге қазір бірінші тапсырма беріледі, яғни бірінші тыңдалымды тыңдаймыз, сосын ары қарай мен қандай жұмыс атқаратындарыңызды айтамын. Бірінші, екінші сабақ. Адамзат дамуы және әлемдік саясат. Әлемдік саясат әлем мемлекеттерінің жаһандық қауіптермен байланысты мәселелерді бірлесе шешу қажеттілігін түсіну құбылысы. Адамзат тағдырының ортақтастығын түсіну, әлемдік қатынастарды бейбіт жолмен реттеуге құлшынысты тудырды. Өзара жауласу, текетірес, күш көрсету, әлсіз мемлекеттерге зорлық жасау әлемдік тәртіптерге қауіпті екендігін жер тұрғындары терең түсіне бастады. Сол себепті жаһандық тәртіптерді реттеуші ерекше саясат түрі ретінде әлемдік саясат пайда болды. Әлемдік саясат халықаралық экономикалық, саяси, мәдени ақпараттық, технологиялық байланыстардың жаңа деңгейге трансформациялануының нәтижесінен туды. Жаһандық мәселелер жекелеген ұлттық, мемлекеттік шекара көлемінде мүлдем шешілмейтіні мойындалды. Көптеген күрделі мәселелер барлық мемлекеттерге ортақ жаһандық жүйеге айналып, жалпы әлемдік сипат алуда. Әлемдік мәселелерді шешу үшін әлемдік саясат мемлекеттердің шаруашылықтарының даму динамикасына, интеграциялық үдерістерді нығайтуға ықпал етуге тырысады. Осы арқылы әлемдік шаруашылық пен әлемдік нарықта мемлекеттердің өзара тәуелді байланысы күшейе түсуде. Бұл жағдай саяси қатынастардың бейбітшілік жолымен дамуына тірек болады. Әлемдік саясат жеке мемлекеттердің саясатының жай ғана жиынтығы емес. Ол жекелеген халықаралық қатынастар субъектісінің де саясатына сыймайды. Сонымен қатар әлемдік саясат халықтар мен мемлекеттердің ортақ жалпы мақсат мүдделерін тоқайластырып, түйістіріп, халықаралық қатынастардың барлық элементтеріне өзінше жеке әсер етеді. Жаһандық саясаттың барлық элементтері бірімен бірі байланысты, өзара тәуелді бола отыра, біртұтас құбылыстың жеке бөлшектері ретінде қызмет етеді. Әлемдік саясаттың тиімділігі оны жасайтын мемлекеттердің ортақ қауіптерді түсіну дәрежесіне, жағдайды түзетуге бағытталған белсенді саясат ұстануына байланысты. Міне балалар, қазір осы тыңдалымды тыңдадыңыздар. Ендеше осы тыңдалған мәтін мазмұнына сүйене отырып, досымызға хат жазамыз. Және де осы хатта қазіргі жаһандық жағдайларға алаңдаушылық білдіретіндеріңіз орын алуы керек. Және біз әлеуметтік тұрмыстық сөз әдебін сақтай отырып жазуымыз керек. Ал қанекей, келмелеріңізді аяқтап қалған сияқтысыздар. Келесі хатқа кезек берейік. Кім жазып аяқтап қалды? Қане? Ал, Тамелис. Сәлем досым. Бүгін мен жаңалықтардан зорлық-зомбылық салдарынан мерт болған әйел жайлы естідім. Осының барлығы қандай себеппен орын алды деп ойлайсың? Ал менің ойымша, осының барлығы экономиканың әлсіздігінен деп ойлаймын. Осы экономика әлсіздігінен халық жағдайының нашарлауынан қаншама ана сәбилер анасыз қалып жатыр.
Сонымен қатар психологиялық ахуалдың әлсіздігі де бар. Көп жағдайда психологиялық соққы алып өз-өзіне қол жұмсап жатқандар бар. Менің ойымша осы психология саласын дамыту керек. Өте тамаша. Келесі, Диана. Сәлем досым, сенімен сыр бөліскім келеді. Елімізде 2 жылдан бері карантиндік режим сақталуда. Коронавирустан адам шығыны көп болды. Әсіресе қарттарымыз осы ауруға шалдығып, өмірмен қоштасты. Дәл осындай уақытта еліміздің ақ халатты жандарына алғыс айтамын. Сол кісілердің ерен еңбегінің арқасында дәл қазір еліміздің жағдайы жақсарды. Осы індеттен арылу жолдары арақашықтықты сақтау және де масканы тастамай тағып жүру болып табылады. Ал сен қалай ойлайсың, бұл індеттен қалай арылсақ болады? Өте тамаша. Секенова. Сәлем досым, қазіргі таңда елімізде көптеген мәселелер көтерілуде. Жақында елімізде болған қаңтар қасіреті қақтығысы көршілес елдерді де дір еткізді. Соның әсеріне мемлекеттер бір-бірімен тығыз байланысып, мәселенің басын шешіп жатыр. Бұл жағдай адам шығынына да алып келді. Сол үшін барлығымыз бірлікті сақтап, ынтымақтастық сақтайық. Тағы да кім? Дана. Сәлем досым, көптен бері көкейімде жүрген қазіргі замандағы жаһандық мәселелерге алаңдаушылық білдіре отырып, өзіңе хат жазуды жөн көрдім. Қазіргі таңдағы басты жаһандық мәселе ұлт мәселесі болып табылады. Ұлттар қысымға ұшырап, адам тағдыры күннен күнге үдей түсуде. Бұл мәселені шешудің басты шарты түрлі елдермен дипломатиялық қарым-қатынас орнату деп білемін. Сондықтан да адам құқығын қорғау басты міндет. Қалай ойлайсың, осы жаһандық мәселелерді шешудің тағы қандай бейбіт жолдары бар? Сенің берген жауабың мен ойың мен үшін өте маңызды. Керемет. Келесі. Досына хат. Сәлем досым, қазіргі заманда адамзат баласының алдында тұрған жаһандық жағдайлар аз емес. Шынында да мұндай мәселелер адамдардың қақтығысып, елдің тыныштығын бұзуға алып келетін қиын да күрделі жайт. Осындай жайт елімізде де орын алды. Әлия, ал сенің ойыңша бұл түйткілдерді қандай жолмен және қалай шешкен дұрыс? Мұхаммедер. Сәлем досым, қазіргі кезде экология өте ластанып жатыр. Айналаға бет қадам қарау, зауыттардың көп жұмыс жасауы, көліктердің қалыптасуы, сонымен қатар адамдардың тазалық сақтамауы. Осының барлығы адамдардың өздеріне қайта оралып зардап тиеді. Ауа ластанған кезде адамдардың денсаулықтарына кері әсер тиеді. Сол үшін досым, болашақ өзіңіздің қолыңызда. Өте тамаша. Өте жақсы орындап шықтыңдар. Талапқа сай болды. Келесі, екінші тапсырманы көрейік балалар. Әлемдік саясатты жүргізуге ықпал етіп отырған халықаралық деңгейдегі ұйымдар туралы жазып, өз ойын дұрыс жеткізе білу дейді. Яғни біз алдыларыңызға қазір ғана тапсырма қойдым. Сол тапсырма бойынша жұмыс жасаймыз. Жылдамдатамыз балалар. Бір ғана ұйымнан жазамыз. Кім дайын? Аяна. Ұйымның атауы Біріккен ұлттар ұйымы. Құрылған жылы 1945 жылы. Мақсаты бүкіл әлемде бейбітшілік пен қауіпсіздікті сақтау, ұлттар арасындағы достық қатынасты дамыту. Құрамындағы мемлекеттер 193. Атқарған нақты шаралары халықаралық бейбітшілік пен қауіпсіздікті сақтауға және ұзаққа созылған қақтығыстарды шешуде маңызды рөл атқарып келеді. Жақсы. Келесі Альбина. Ұйымның атауы Шанхай ынтымақтастық ұйымы. Құрылған жылы 1996 жылы. Мақсаты мүше мемлекеттер арасында өзара сенім, достықты толық қарым-қатынастарын нығайту. Құрамындағы мемлекеттер Қазақстан, Қырғызстан, Қытай, Өзбекстан, Тәжікстан. Жақсы. Диана. Ұйымның атауы Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы. Құрылған жыл 1975 жыл. Қазақстан бұл ұйымға 1992 жылы мүше болды. Мақсаты шиеленістерді тоқтату, жетілдірілген басқару мен демократиялық үрдіс негізіндегі аймақтық тыныштық пен қауіпсіздік. Құрамындағы мемлекеттер саны 56, атқарған нақты шаралары. Хельсинкиде өткен Еуропадағы қауіпсіздік пен ынтымақтастық жөніндегі ұйымға қатысушы елдердің жоғары дәрежедегі кездесуінде бұл ұйымға жаңадан қосылған елдерге жан-жақты көмек көрсетуге арналған бағдарлама қабылданды.